Осы техниканы жасаңыз, выгораниеден сразу атып шығасыз, көңіл күйіңіз көтеріліп, бағанағы онша емес состояниеден сразу плюс состояниеге ауысып кетесіз, уже өмір сүруге сізде мотивация пайда болады. Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube парақшама қош келдіңіз. Жалпы өзімді таныстыратын болсам, эксперттерге контент жасау арқылы налегке жүріп продажа жасауға көмектесетін менеджермін. Бүгінгі бізде тақырып өте қызықты болады. Неге біз өте көп выгораниеге түсеміз? Бір нәрсе жасауға, өмір сүруге желание жоқ, жата бергіміз келеді. Бүгін осы теманы тереңнен ашып сіздерге шығудың жолын көрсететін боламын. Жалпы айтқан кезде бұның басын былай бастағым келеді. Негізінде выгораниеге өте тез, өте көп түсетін адамдар өзіне өте көп шарты көп және де өзіне көңілі толмайтын адамдар бізде выгораниеге өте көп түседі. Ол қалай? Ол былай, өзіне деген шарты. Мен ерте тұруым қажет. Мен андай нәрсені бітіруім керек. Мен идеальный болуым керек. Мен жақсы адам болуым керек. Мен андай болып жүрім керек, мынандай болып киінуім керек, керекпен ол өзіне өте көп шарт қойып алады да. Ол өзіне ұнаса да, ұнамаса да өте көп шарт қойып алатындар бар да. На самом деле, өйткені ол адам деген өте әлсіз жаратылыс қой, ол шарттардың бәрін көтеріп жүре алмайды да. Ал біз тұрамыз да, өзімізге өте көп шарттар қойып аламыз. Содан кейін тұрамыз да, не істейміз? Бір нәрсені бастаймыз, бірақ бітіре алмай қаламыз ба, өзімізге көңіліміз толмай қалады. Білем, мен әлсіз сияқтымын, мен қолымнан келмейді, бастаған ісімді бітірмедім дейміз. Окей, ол бір. Келесі, болды, ертеңнен бастап ерте тұрамын дейсіз, бірақ тұрмадыңыз ба? Ол кезде өзіміз жейміз. Білейін, мен ерте тұрған жоқпын, үйткен жоқпын, бүйткен жоқпын, күнімнің бәрі өтіп бара жатыр. Мен бүгін дым істеген жоқпын, дым бітірген жоқпын. Вот көрдіңіз ба? Өзімізге көңіліміз толмай, өзімізді уже етін чувство виныға, өзімізді кінәлап жатырмыз да бағарып тұрған кезде. Енді түсініңіздерші, өзін өте көп кінәлайтын адамдарда өмір сүруге желание болады ма? Өйткені біз өзіміздің ішіміздегі, мысалда менің ішімде кішкентай бала Мейрамбек бар да. Ал мен бала Мейрамбекке ұрса беремін да. Сен бүгін ерте тұрған жоқсың, бітірген жоқсың, бүйткен жоқсың, сөйткен жоқсың, сенің контентің андай болған жоқ, нәрсе сен жақсы адам болып көрінген жоқсың деген сияқты мен өзіме ұрса беретін болсам, мен уже өзімді кісендей беремін ғой. Екі қолымды аламын да кісендей беремін. Сол кезде менде не пайда болады? Уже әлсіреу пайда болады. Ішкі тіректің уже құлауы, прям құлдырауы пайда болады да. Сол кезде мен уже жатып қаламын. Я ақш табуға желание жоқ, я бір нәрсе істеуге желание жоқ, я көңіл көтеруге желание жоқ. Мүлде бүкіл менің дейтін қалауларымның бәрі өшіп қалды, өйткені мен ішімдегі халімді мен дейтін уже кісендеп тастадым да. Ондай кезде бізде ақш табуға мүлде желание болмайды, даже өмір сүруге желание болмайды да. Бізде өте көп маған клиенттермен жұмыс жасаймын ғой, сол кезде жата бергім келеді, дым істегім келіп тұрған жоқ, бір нәрсе істегім келеді, бірақ білмеймін, бір нәрсе жетпей тұрады, энергиям жоқ, күшім жоқ дейді да. Түбінде үйіне барады да, вечно өзін кінәлап жүреді. Мен бүйтпедім, ақш таппай жатырмын, мен қазір пәленбай жасқа келіп дым бітірген жоқпын, елдер андай болып кетіп бара жатыр, мен әлі жүрмін, әлі мен қарыздамын, әлі мен көп ақша тапқан жоқпын деген сияқты өзін өте көп кінәлағаннан кейін, конечно, извините меня, реально біз өзіміз кісендеп, өзімізді түрмеге тығып тастағаннан кейін бізде ақш табуға желание болмайды. Ал бізде когда ақш табуға желание пайда болады, когда бізде өмір сүруге желание пайда болады, кісендерді шешкен кезде пайда болады да. Ол қалай? Өзімізге махаббат берген кезде. Өйткені біз өзімізге өте көп критика айтатын адамдардың қатарынанбыз да. Шынымен мен бәрі деп айтпаймын, бірақ мен өзімде сондай адам болдым да. Өзіме өте көп критика айтамын, өте көп выгораниеге түсіп шығатын адамдардың қатарынан едім. Қазір мен де өзімді үйреніп келе жатырмын да. Оның шешімі өзіңе деген махаббат беру. Өзің қандай болсаң да жақсы көру. Өзіңе деген махаббат, өзіңді жақсы көру деген ол бір нәрсені сатып алып беру емес, магазинге барып бір киім алып, мен өзімді осыны рұқсат етті, мен өзімді жақсы көремін емес. Өзіңе деген махаббат, өзіңнің минустарыңмен де, плюстарыңмен де, өзіңнің қателіктеріңмен жақсы көру да. Ол қалай? Сен ерте тұрам дедің, тұрмадың, тұра алмай қалдың. Окей, ничего не страшного, мен сені сонда да жақсы көремін. Когда менде ақш табуға, өмір сүруге менде желание ашылды, көңіл күйім көтеріліп бастады, өзіме осы шартсыз махаббат берген кезде да, өйткені біз өзімізге өте шартпен махаббат береміз. Бір нәрсе жетістік алсақ қана біз өзімізді жақсы көреміз да. Жетістік алмасақ біз жақсы көрмейміз өзімізді, даттап шығамыз да. Мен әлсізбін, мен онша емеспін, мен андаймын, сандаймын деген сияқты да. Нет, сен ақш тапсаң да, таппасаң да мен сені жақсы көремін. Өйткені ішіңіздегі бала сезсінші, ішіңіздегі балаға айтыңызшы, қорықпа. Сенде мен бармын, мен сені тыңдаймын, мен сені естимін, мен саған қамқорлық беремін, мен саған махаббат беремін деген кезде ішкі опора пайда болады бізде сол кезде. Реально ішіңіз бір жылып бастайды. Айнаға қарап айтасыз ба, әшейін жүріп айтқан кезде да, бір нәрсе бітірем дедіңіз, бірақ бітірмей қалдыңыз ба? Нет.
Мен сені сонда да жақсы көремін. Бір нәрсе бітірсең де, бір нәрсе бітірмесең де мен сені жақсы көремін. Сен жетістікке жетсең де, сен жетістікке жетпесең де мен сені жақсы көремін. Сен көп ұйықтасаң да мен сені жақсы көремін. Сен дым бітірмесең де мен сені жақсы көремін. Сен дым істемей қарызға кіріп кетсең де мен сені жақсы көремін. Вот, өзіңізге настолько шартсыз, өзіңіздің қателіктеріңізге де мен сені сонда да жақсы көремін. Окей, біз орнымызға түсеміз, бұл қателікті келесіде қайталамаймыз, бірақ сен уайымдама, мен саған сонда да махаббатымды білемін. Мен саған сонда да мен сені жақсы көремін. Вот, сол кезде ішіңізде уже андай пайда болады да, ішіңіздегі балада уже мен біреуге керек екенмін ғой, оказывается. Маған махаббат беретін біреу бар екен ғой деген кезде уже сіздің ішіңізден кісендер шешілген кезде ішкі опора оянып бастайды. Сол кезде сізде энергия пайда болады. Сол кезде сізде күшті көңіл күй, сізде мотивация пайда болады. Ал оған дейін бізде өзімізді кінәлай беретін болсақ, бізде мотивация болмайды, өкінішке орай. Өйткені мотивация қайдан келеді? Біздің ішімізден шықпаса, опора оянбаса, бізде мотивация қайдан болсын да? Ал біз өзімізге деген махаббат беретін болсақ, шартсыз жақсы көретін болсақ, іште мотивация оянады. Бізде мотивация оянған кезде бізде не пайда болады? Миымыз дұрыс жұмыс жасап бастайды. Миымыз позитивті түрде жұмыс жасайды. Ол уақытта бізде жақсы идеялар келіп бастайды. Жақсы ойлар ойлай бастаймыз. Көңіліміз көтеріледі. Қанша жерден қазір былыққа батты проблемада жүрсек те, уже біз өзімізді білеміз, өзімізді өте қатты жақсы көреміз да. Бұл эгоистично басқа дүние емес. Өйткені адам өзін жақсы көрмесе, сізді кім жақсы көреді? Айттыңызшы, иә біреу мақтауы мүмкін сіз дейтін, ой красавчик, ой кереметсің деген кезде. Ол ары кетсе 5-10 минуттық қана рахат та біреудің айтқаны. Ал дейтін, біз өзімізге өзіміз махаббат бермесек, бізге кім махаббат береді? Адам өзін шынайы жақсы көріп бастаған кезде ол өмірдің дәмін сезеді. Адам өзін шынайы жақсы көріп, өзіне махаббат берген кезде әрбір сәтті сезініп, ол не пайда болады? Жаратушыға жақындап бастайды. Әрбір жерден жаратушының кереметін көріп бастайды. Жаратушының нығметін, жаратушының сондай мықты жаратылыстарын уже ол сезініп бастайды. Өйткені ода чувстволар оянады ғой. Өзін жақсы көріп бастайды, ішіндегі опора оянады, ол уже өмір сүріп бастайды, әр нәрсенің дәмін көріп бастайды. Сол кезде ол жаратушыға да жақындай бастайды да. Ал біз өзімізді кінәлай беретін болсақ, біз хуже кіреміз, біздің чувстволарымыз жабылады полный дейтін ішкі, біз ол кезде даже шүкіршіліктің өзін айта алмай қаламыз. Шүкіршілікті айта алмай қаламыз, біздің аузымыздан біз шүкір ету керектігін біліп тұрамыз, бірақ шүкір бір жүректен шықпай тұрады да, өйткені біз сезініп тұрған жоқпыз мына өмірді, сезініп тұрған жоқпыз мына жаратушының беріп тұрғандарын да, ол сезінбегеннен кейін біз жүректен шықпайды. Даже соның өзінде де біз өзімізді кінәлап кетеміз ғой. Менің шүкіршілігім аузымнан ғана шығады, жүректен шықпайды дейміз да, өйткені жүректен қайдан шығады? Бұл жүректі өйткені кілттеп тастағанбыз да. Өйткені біз ұрса береміз өзіңізге да. Сол үшін де қандай болса да өзіңізге махаббат беріңіз. Қандай болса да өзіңіз жақсы көріп бастаңызшы. Қателіктеріңізбен де, минустарыңызбен де, плюстарыңызбен де жақсы көріп бастаған кезде сіз реально өмір сүріп бастайсыз. Сол кезде өмірдің мына настолько сондай тәтті екенін сезген кезде уже сіз Құдайға жақындап бастайсыз да. Құдайым, мың да бір шүкір. Не деген андай жаратылыстарың бар сенің? Не деген маған мені нығметке бөліп қойғансың деп уже сізде Құдаймен байланысыңыз жақсарады, өзіңізге деген махаббатыңыз жақсарады. Сіз өзіңізге достаточно жеткілікті түрде махаббат бере алсаңыз, сіз басқа адамдарды 100% жақсы көресіз. Өйткені біз басқаларға махаббат бере алмаймыз, өзімізге махаббат жетпей жатқан кезде. Сол үшін де өзіңізді жақсы көру өзіңізге де пайдалы, адамдарға да пайдалы, қоғамға, барлығына пайдалы да. Бүкіл сфераңыз жүріп кетеді. Шын айтайыншы, өзіңізге махаббатты үзбей беріңізші. Каждый момент тамағыңыз дұрыс емес болып қалды ма, ничего не страшно, мен сені сонда жақсы көремін. Жақсы көремін деген өте қатты беріңіздер. Өте тез нәтижесін аласыз. Выгораниеден атып шығасыз ғой, осы техниканы жасасаңызшы. Осы техниканы жасаңыз, выгораниеден сразу атып шығасыз, көңіл күйіңіз көтеріліп, бағанағы онша емес состояниеден сразу плюс состояниеге ауысып кетесіз, уже өмір сүруге сізде мотивация пайда болады. Сол үшін де осы техниканы үзбей жасауға мен сіздерге кеңес беремін. Жалпы пайдалы болды деген ойдамын. Егер сізде дәл қазір ақшамен, қарызбен проблемалар болып төлей алмай қиналып жүрген болсаңыз, мен сізге дәл қазір решение беремін. Ересек адам ретінде тыңдап, шешім қабылдап келіңіз. Жалпы айтқан кезде менде 5000-нен аса адамға қарыздан құтылуына, табысын өсіруіне, энергиясын көтеріп, осындай кәдімгі реально бір өмір сүруіне әсер еткен ақша мышлениесі менде сабағы бар. Оның ішінде қарыздан құтылудың жолдары, ақша мышлениесі, мидағы негативті установкаларды позитивке ауыстыру, мидағы дұрыс емес қалып кеткен нанын сенімдерді іздеп тауып, оны дұрыс жаққа өзгерту, одан кейін ақша жинай алмаймын, қолымда ақша тұрмай, тапқан табысым берекесіз дейтін болсаңыз, ақша басқару заңдары. Және де осы видео арқылы апат жасап қосылатын болсаңыз, мен сізге
энергия сабағын. Ол энергия сабағы кәдімгі квантовый скачок жасауға арналған, реальный өмір сүруге арналған мықты сабақ сізге бонусқа беріледі. Екінші тегін берілетін сабақ ол қорқыныштарыңызды жеңу техникасы тегін беріледі. Үшінші бақыттың кілті интенсиві, ол жүрек тыныштығы, ішкі тыныштық қана, өткенді өкінбей, болашаққа алаңдамай өмір сүруге арналған мықты тыныштыққа арналған сабақ осы бонусқа береді. Төртінші менің заметки деген осы арнайы амалдар, техникалар берілетін сабағым бонусқа беріледі Telegram канал. Бағасы 10 000 теңге. Егер осы дәл осы видео арқылы қосылатын болсаңыз, осы 4 сабақты бонусқа тегін аласыз. Нәтижелерге сенбей жатқан болсаңыз, ол қандай сабақ, мен қандай нәтиже аламын дейтін болсаңыз, мінекей осы Instagram парақшама өтіп, ақша, қарыз, осы заметки деген 3 Telegram, осы 3 актуалканы оқысаңыз, барлығы сол жерде тұр. Сол үшін де қатысқыңыз келетін болса, бағасы 10 000 теңге, Redpen де бәрімен қосылуға болады. Төменде WhatsApp номер, Instagram, Telegram, осы TikTok барлығы төменде көрсетілген WhatsApp нөмерге жазып, апат жасап қосылсаңыз болады. Егер де осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмейтін болса, мен Telegram канал жүргіземін. Неше түрлі аудиолар, неше түрлі дұғалар, амалдар, практикалар беремін. Абсолютно тегін ол жерде. Мінекей осылай Telegramға Мейрамбек, Айбил Касимов деп жазатын болсаңыз, сразу шығады, тіркеліп алыңыз, сізге өте көп пайдалы ақпараттар онда бар. Жалпы бүгінгі сабақтан не түсіндіңіз, қандай состояниемен шықтыңыз, қандай әсер алдыңыз, төменге комментарийға жаза кетіңіз. Менің TikTok, Instagram, Telegram парақшаларыма және де YouTube парақшама тіркеліп алыңыз. Алда уақытта осындай пайдалы ақпараттар менімен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыз.